Сәлем, менің атым Торғын. Тори Stories YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін осындай кампуста біздің видео түсіріп отырмын. Мына видеоны түсірем дегенше қаншама тер төгілді. Кампусты көрсетіп осындай видео түсірем деп жүргеніме өте көп болды. Ойды арқалап жүріп, жаңбырлы маусым бастап кетті. Қош келдіңіздер каналға. Мен қазір Сеулде, оңтүстік Кореяда, Коре университетінде Korean Studies мамандығында білім алып жатырмын. Білім алып жатырмын дегенде оқуым аяқталды. Осы семестр менің соңғы семестрім. Тамызда мен қолыма дипломымды аламын. Солай кезең аяқталып жатыр менің өмірімде. I'm so excited. At the same time, I'm kinda scared about my future, but it's okay. Бүгін видеоны не үшін түсіргім келгенін айтқым келеді. Жалпы мен Threads'ті көп оқимын. Қазіргі таңда Threads ол диджитал әлемде бір газет, журнал оқыған сияқты сезім сыйлайды. Сол Threads'ті оқыған кезде қазақ қыздарының шетелде білім алуға қатысты күмәндары жайлы посттарды көп кездестіремін. Және соған қатысты мен өзімнің тәжірибемді алға тарта отырып, кеңестерімді бергім келеді. Бұл видео бір қазақ қыздарына бір үндеу сияқты шығатын сияқты қазір. Солай көреміз енді қалай болатынын. Көбінесе осындай бір сарындағы сұрақтарды, ойларды көп оқимын. Ол уақытқа қатысты және жасқа қатысты алаңдаушылықтары бар қыздардың. Мысалы айтады, мен 25-ке кеп оқу бастасам тым кеш емес пе, немесе менің жасым 30-ға келді, оқуды бастағаным біртүрлі емес пе деген сұрақтарды қояды. Менің бірінші кеңесім, ешқандай да кеш емес. Уақыт бар. Сіз бәрібір 25-ке келесіз, бәрібір 30-ға толасыз, бәрібір 35-ке келесіз. Яғни уақыт өзінің уақытымен алға жылжи береді. Ал бұл жерде сол уақыт аралығында сіз өзіңіздің арманыңызды орындайсыз ба, және сіз өзіңізге ұнаған мамандықты оқисыз ба, сол ғой мәселе. Қыздарға орталық Азияда жасқа қатысты таптаурын ойлар, қысымдар өте көп. Сол себепті оны жақсы түсінемін. Бірақ мен айтатыным сізге білімге ұмтылып, өзіңізді дамытуға тырысуға ешқашан кеш емес. Және ол сіздің уақытыңыз. Сондықтан міндетті түрде оқуға тапсырыңыз. Сіздің жасыңыз 25-тен асып кетсе де, 40-қа жақындасаңыз да, бәрібір оқығыңыз келсе, міндетті түрде оқыңыз деп айтқым келеді. Шетелде білім алуға тырысып армандайтын қыздардың әрекетін тежейтін тағы бір күмән бар, ол өзін басқа адамдармен салыстыру. Менде де сондай болды, менің де басымнан өтті. Әлі де мен сол нәрсемен жұмыс істеп келе жатырмын. Айтқым келетіні бұл жерде өзіңізді біреумен салыстырмаңыз. Өйткені сіз ол адамның ісінің басы қай уақытта болғанын сіз білмейсіз, және ол адам қандай қиындықтармен сол финишқа жеткендігін тағы да біз білмейміз ол туралы. Әркімнің өзінің жылдамдығымен қозғалысы бар. Тасбақа сияқты жылдамдықпен жүрсеңіз де әйтеуір алға қадам баса беріңіз. Өйткені бұл жерде мақсатқа жету сапары ғой. Сол сапарда бастысы алға ұмтыла берсеңіз болды. Тіпті кішкентай қадамдармен жүрсеңіз де. Сондықтан let's go, алға баса беру керек. Келесі нәрсе, мен жаныма бататыны, қазақ қоғамы қызға өте қатал, және үлкендер болсын, қоғам болсын, қыздарға өздерінің таптаурын ойларын, шектеулерін көзге таңғысы келеді, қысым көп көрсетеді. Сондықтан бұл жерде сіз осындай мақсат қойсаңыз, шетелде оқимын деген, сол мақсатқа жету барысында сынып кету ықтималдығыңыз да бар. Өйткені қысым ол бәрімізге сезіледі. Бұл жерде не істеуге болады, және мен өзім не істедім, соны айтқым келеді. Сіз өзіңізден трек іздеуіңіз керек, ішіңізден, және сырттан да трек іздеуіңіз керек. Бұл дегенім, мысалы сіз өзіңіз армандап түскіңіз келетін университетте, өзіңіз армандап тұрғыңыз келетін ел, қалада жүрген, сіз армандаған жолмен жүрген бір қыздардың Instagram парақшасын қарап, соған жазылып, солай шабыт алыңыз. Сосын соны көру арқылы сіз өзіңіз сол кісілердің тәжірибесін де қарайсыз, біраз нәрсе үйреніп қаласыз. Осы орайда айтатын тағы бір маңызды нәрсе, ол ата-ананың қыздардың шетелде білім алуына қарсылығы. Шынымды айтсам, мен анам мен әкемнен ондай қарсылықты көрген жоқпын. Бірақ мен оқушыларым бұл туралы жиі айтатын. Сол кезде мен оларға айтқан кеңесімді сіздерге де айтқым келеді. Ата-ана бәрібір де өзінің баласының ересектік өмірге аттанғанын және оның ересек ретінде іс-әрекетке бара алатынын қабылдауы өте баяу жүруі мүмкін. Ата-анаға байланысты әрине. Сол кезде сіз жауапкершілікті арқалай алатыныңызды, өзіңіздің мақсатыңызға қарай қадам басып жатқаныңызды нақты іспен дәлелдеуіңіз керек. Амал жоқ, солай істеу керек. Соны көру арқылы ата-ана сіздің мақсатыңызды, арманыңызды түсінуі мүмкін, қабылдауы мүмкін. Сіздің еңбектеніп жүргеніңізді көріп, сыйластық танытып, тақымыңызды қысуы мүмкін. Әрине бұл енді ата-анаға байланысты. Сондықтан да жауапкершілік алатыныңызды көрсетуіңіз керек оларға. Келесі нәрсе, ол сіз сияқты жолда жүрген, сондай мақсат қойған адамдарды іздеп, солармен бір ортаға кірігу. Яғни мен Астана тұрған кезде оңтүстік Кореяның мәдени орталығы ұйымдастырған іс-шараларға жиі қатысатынмын. Топик тапсырған кезде де емтихан тапсырушылармен бірге сөйлесіп, жақсы араласып кеттік. Қазіргі таңда сол Астанада танысқан жандармен әлі күнге дейін байланыстамыз. Айтпағым, сізге мақсатты ұқсас, жолы ұқсас адамдармен кездескен кезде, және сіз осындай жолда жүрген кезде өзіңізді жалғыз сезінбейсіз, және сондай мақсатпен алға қадам басып жүрген адамды көрген кезде сіз бір күш аласыз. Мен жалғыз емеспін, мен сияқты да адамдар осылай
осылай алға қадам басып мақсаттарын орындауға тырысып жүр екен ғой деген ойға келесіз. Ол күшті күш береді негізі. Және ең күшті нәрсе ол нетворкинг, яғни сіз жақсы дос табуыңыз мүмкін, жақсы таныс кездестіруіңіз мүмкін. ертең ол адамдар өміріңізге бір септігін тигізуі мүмкін деген сияқты, немесе жақсы дос болуы мүмкін, серік болуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде ондай мақсаты ұқсас адамдар жиналатын жерге барған дұрыс. Келесі нәрсе, шетелде оқысам екен деп армандап қана қоймай, сол арманды мақсатқа айналдыру керек. Маған Абайдың мына сөздері қатты ұнайды: ақырын жүріп анық бас. Яғни сіз қадамыңызды, мақсатыңызды айқындап, соған қарай әрекетіңізді жасап, қадамыңызды баса беруіңіз керек. Сол арқылы арманды өзіңізге жақын етесіз. Сол арманыңызға әйтеуір түбінде жетесіз және қадамдарыңызбен оған жақындай түсесіз. Яғни нақты қадамдар қандай болуы мүмкін? Баратын еліңіздің тілін оқу, құжаттарды жинастыра беру, өзіңіздің оқуға түсуге кандидатураңызды жақсартатын істермен айналысу, волонтерлік жұмыстарды жасау деген сияқты, немесе блог жүргізу. Осының бәрі сіздің кандидатураңызды күшейтеді. Сондықтан сондай жоспарды нақтылап құрып, соған қарай қадам бассаңыз, арманыңыз міндетті түрде орындалады деп айтқым келеді. Әрине, мақсатқа жету ол қажытуы мүмкін, шаршатуы мүмкін, сіз сол жолда жанып кетуіңіз де мүмкін. Бұл менің келесі айтқым келетін нәрсе: мақсатқа жету жолында шаршасаңыз, өзіңізге демалуға мүмкіндік беруіңіз керек. Өйткені менталды денсаулық ол өте маңызды. Сіз жанып кетсеңіз, мақсатқа жеткен кездің өзінде де сіз одан ләззат ала алмай қалуыңыз мүмкін, қуана алмай қалуыңыз мүмкін. Өйткені сіз жанып кеттіңіз, болды, сіз шаршап тұрсыз, сізге ол маңызды болмай қалуы мүмкін. Сондықтан өзіңізге демалыс беруге қорықпаңыз. Және мен сондай шаршаған сәттерде неге осы бағытқа бет бұрғанымды ойлана бастаймын. Маған шабыт берген, сол осы бағытқа келуіме себеп болған нәрселердің барлығын есіме түсіріп, қайтадан сол мақсатқа деген ынтамды арттыруға тырысамын. Сол арқылы сіз тоқтап қалмайсыз. Өйткені бұл жерде басты ой ол келесі нүктеге жету ғой. Қаншалықты тез жетуді ойламайсыз ол жерде. Бастысы жету, иә. Сондықтан бірінші пункттан екінші пунктқа өткен кезде сіз арасында демала тұрсаңыз, ештеңе етпейді. Тағы бір айта кететін маңызды нәрсе ол: мен шетелге түсемін, мен дайын емеспін, түскім келеді оқуға, бірақ мен әлі дайын емеспін, кандидатурам онша емес, мен әлі дұрыс тіл білмеймін. Түрлі солай күмәнді ойлармен сіз дайын емеспін деп өзіңізді тежей бересіз ғой. Мен сізге бір нәрсе айтайын: сіз ешқашан дайын болмайсыз. Өйткені оңтайлы уақытты күткен сайын сіз өміріңіздің өтіп жатқанын байқамай қаласыз. Мен өзім тәжірибемнен, блогым бар, Tori the Cinephile деген, яғни фильмдер туралы айтамын. Подкаст бар, бір кесе шай деген. Ол жақта біз шетелде білім алып жүрген қазақ жастарымен түрлі тақырыптарда ой талқы жүргіземіз және тұрып жатқан елде білім алудың артықшылықтары мен кемшіліктері және айдентикаға қатысты бір өзіміздің түйген ойларымызды ортаға саламыз. Мен бұл жобаларды бастау үшін, мысалы подкастты бастау үшін мен 2,5 жылдай жүрдім. Қазақстаннан кетпес бұрын осы ойды көп ойладым. Кореяға келіп, одан сайын осыны атқарғым келді, істегім келді, бірақ дайын емеспін деп солай ығыстыра бердім. Блогты да солай дайын емеспін деп ысыра бердім. А қазір ойлап қарасам, онда тұрған ештеңе жоқ екен. Біз ешқашан дайын болмаймыз. Бірден сол идея туған кезде мейлінше бастап кету керек екен. Сол сізге бұл кеңестерім көмектеседі деп ойлаймын. Және сіз шетелге түсуді қаласаңыз және мақсат қойып, бірақ оған деген әрекеттеріңізді, ішкі күмәндарыңыз тежесе, осы видео арқылы сол күмәндарыңыз бір сейілді деген үміттемін. Осы жолға түсіп жатсаңыз, міндетті түрде сәттілік тілегім келеді. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, лүпіл басыңыздар. Және сіз сияқты шетелге оқуға түскісі келетін құрбыларыңызды білсеңіз, міндетті түрде осы видеоны оларға жіберіңіздер. Көп рахмет соңына дейін тыңдағаныңызға. Бір пайдасы тиеді деген үміттемін. Иә, өйткені мен үшін өте маңызды. Қазақ қыздары білім алуға ұмтылса екен деймін, оқыса екен деймін. Сол, егер өзіңізге сенімсіздік танытып сенбей жатсаңыз, міндетті түрде ойлаңыз. Осындай видео түсірген адам сізге сенеді және сіздің қолыңыздан келетініне ешқандай күмәнім жоқ. Солай, жолыңыз ашық болсын. Көріскенше, күн жақсы. Каналдың тағы басқа видеоларын жасауға күтесіздер деген үміттемін. Қарап шығыңыздар. Көп рахмет. Көріскенше.